Сіздермен бірге балқаймақ арнасы. Қамыры жұмсақ болып шығатын бір қамырдан екі түрлі пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға 420 грамм ұнымызды салып, үстіне разрыхителімізді салып, және үй температурасында жылып тұрған сары майымызды салып, әбден ұнтатып алатын боламыз. Енді үстіне 2 жұмыртқамызды салып, әдемі жұмсақ етіп қамыр дайындайтын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз осындай жұмсақ әрі әдемі болып шығады. Бастарын біріктіргеннен кейін қамырымызды салафанға салып, кішкене мұздатуға қойып алатын боламыз. Мінекей енді салмамызды дайындаймыз. Ол үшін творогымызды және қантымызды салып, әбден араластырып аламыз. Әбден араластырып алғаннан кейін қаймағымызды қосамыз және жұмыртқамызды, ванилинімізді қосып, керемет салма дайындайтын боламыз. Барлық описанияға құрамдарын жазып кететін боламын. Құрамдарын қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет жұмсақ болып, бір қамырдан екі түрлі пирог жасап шығатын боламыз. Мінекей ванилинімізді салып, әбден араластырып алғаннан кейін, енді жүгері крахмалын салып, осылай араластырып аламыз. Мінекей біздің начинкамыз дайын болды. Дайын болған қамызды енді блендердің көмегімен кішкене ұнтатып алатын боламыз. Енді табамызды дайындап, мұздатқышта тұрған қамырларымызды шығарып, екіге бөліп, осындай әдемі табамыздың көмегіне табамыздың ішіне салып, әдемілеп, шеттерін көтеріп дайындап аламыз. Енді дайын тұрған салмамызды осылай ішіне құйып, бетін тегістеп алатын боламыз. Енді бетіне әсемдік үшін мен қатырылған малинамызды осылай бетіне әсемдедім. Ол үшін жүгері крахмалын ыдысымызға салып алып, малинамызды аунатып отырып, дайын салмамыздың бетіне әдемілік үшін салып шығамыз. Кукурузды крахмал малинамыздың ағып кетпей өзінің бояуын ұстап тұру үшін осындай жүгері крахмалына аунатып алатын боламыз. Мінекей біздің ірімшікті пирогымыз осылай әдемі болып безендіріліп дайын болды. Дайын болған ірімшік пирогымызды енді қызып тұрған пешімізге салып, беті қызарғанша әбден пісіріп алатын боламыз. Ал енді екінші пирогымыздың салмасы бізде алмалы пирог болады. Осылай алмамызды қабығынан аршып, ұсақтап турап алатын боламыз. Және ыдысымызды газға қойып, үстіне сары майымызды салып, ерітіп алатын боламыз. Майымыз ергеннен кейін үстіне алмаларымызды салып, және шекерді салып, әбден суы сарыққанша пісіріп алатын боламыз.
Міне осындай әдемі болып жұмсарып пісіріп алғаннан кейін бетіне жарты лимонның суын тамызып, тағы да араластырып аламыз. Мінекей біздің алмалы салмамыз дайын. Енді екінші тестамызды да дайын тұрған табамызға салып, осылай шеттерін көтеріп, әдемілеп қамырымызды жайып алатын боламыз. Енді дайын тұрған алмалы салмамызды салып, суытып алғаннан кейін үстіне кішкене крахмал қосып, осылай салып алатын боламыз. Суытып алғаннан кейін дайын тұрған қамырымыздың үстіне алмалы салмамызды салып, бір тегіс қылып жайып, әдемілеп тегістеп шығатын боламыз. Мінекей мен осындай алмалы пирог дайындадым. Егер менің осы видеом ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар, және пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Мінекей біздің сүзбелі пирогымызда және алмалы пирогымызда дайын болды. Бір қамырдан екі түрлі пирог дайындап шықтық. Мінекей сіздер де жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын. Келесі кездескенше балқаймақ арнасынан алыстамаңыздар.